Кайырлы күн, құрметті достар. Бүгін сіздермен өте жылдам әрі тез дайындалатын чак-чак әзірлейміз. Ол үшін бізге қажетті заттар: 3 жұмыртқа, шым-шым ас содасы, шым-шым тұз және де ұн қажет болады. Онан соң сиропты жасау үшін қант және де бал қажет болады. Балды қанша мөлшерде алсаңыз, қантты да тура сол мөлшерде алуы қажет. Ең алдымен жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға салып, жақсылап қолымызбен араластырып алып, шым-шым тұзымызды және де шым-шым ас содамызды салып, қайтадан барлығын жақсылап араластырамыз. Оның үстіне ситадан өткізілген ұнымызды салып, өте қатты емес, жұмсақ емес, орташа қамыр илеп, салафанға салып, 20-30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз тынып болған соң, қамырымызды жұқалап жайып шығамыз. Жұп-жұқа қылып жайып шыққан соң, 3-4 минутқа кептіріп қойып, осындай бөлшектерге бөліп, кесіп аламыз да, қамырымызды екі бүктеп, қайтадан кеспеге кескендей етіп жұқалап кесіп шығамыз. Қамырымыз неғұрлым жұқа болып кесіліп, жұқа болып жайылса, чак-чагымыз соғұрлым өте дәмді болып шығады. Дәл видеода көрсетілгендей кессеңіздер болады. Онан соң майымызды қыздырып, чак-чагымызды салып, қуырып аламыз. Мінекей біздің чак-чактарымыз сап-сары әдемі болып шықты. Енді сиропымызды дайындаймыз. Ол үшін балымызды газымызға қойып, оның үстінен қантымызды салып, қантымыз жақсылап ерігенше араластырып шығамыз. Енді осы чак-чагымыздың үстіне мейізімізді, не болмаса кез келген өздеріңіздің қалауыңыз бойынша жемісіңізді салып, оның үстінен балымызды құйып, жақсылап араластырып шығамыз. Мінекей біздің керемет чак-чактарымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.